Елімізге белгілі қосықшылар Сәрсенбай Ұзақбаев пенен Мырзагүл Асапаевалардың атқаруында бір уақытлары Ақпақта дуэті атқарылды. Бұл басқа елдерде Қарақалпақ мәдениет күндері өткерілген ақта сол жерлерде де атқарылды. Онан кейін республикамызда болып өтетін Зүрият байрамлары, басқа да пақтаға байланысты қосықлар атқарылатын еді. Сондай болып жазылған қосық бір ғана пақтаны ішіне алмаған, бүткіл елімізді Өзбекстанды ішіне алған халатта жазылған қосық 84 жылы Дағыстан декасына айтып барғаны ядымда менің. Надира Құрбанова деген апамыз концертмейстер еді. Надира апамыз біздер екеуміздің дауысымызды танылап, біздерге сондай дуэтлер үйреткен. Мархабай Жеміратовтың Ақбақта, кейінен Өзбекстан, Дағыстанлық әр туысқан халықтар қосықларынан дуэтлер үйреткен. Сонда бір күні не мақсетте деп ойласам, біздер сол уақытта апамыз біздерді Қарақалпақ мәдениеті, әдебиеті күндері Ташкентте 82 жылы Ташкентте өткерілетін үлкен мәдениет күндеріне таялық кетіп жатқан екен. Соған біздерді Нүкіске әкеліп, сахнада біздерді айттырып, бірінші біздердің қадеміміз сол декададан басыланды. Әлишер Ноғай театрының сахнасында бірінші мәрте шығып, сол екеуміз дуэт Ақбақта, Өзбекстан дуэтлерін атқарып шықтық. Демекші мен сол біздердің тағдырымызды дуэт қосты деп айта аламын. Аппақ атаулар бұлтқа тер яр, ақ алтыннан мәдихан қырман үйір яр, қырман үйір яр. Жасыл дәнекті бағлар ырғалады яр, туған жерді келбеті нұрланады яр, нұрланады яр. Vatanımның құшағы мол хасылдыр яр, үстіртімнің жан қаны жап-жасылдыр яр, жап-жасылдыр яр. Жайнап жасна гүл, жайна Өзбекстан яр, келешегін тағы да бағы бұстан яр. Бағы бұстан яр. Аппақ атаулар бұлтқа тер яр, ақ алтыннан мәдихан қырман үйір яр, қырман үйір яр.